Мен сіздерге бүгін iFomovies деген приложениеден жаңағы ақшамды көрсетейін деп едім. Осындай бір платформа шығыпты, ағылшын платформасы. Код приглашения 1998-1954 нөмірін тіркеліп алсаңыз болады. Егер менің өзіме шықсаңыз, приглашение жіберемін. Енді қараңыз, сізге түсіндіріп өтейін. 27 және 28 августта тіркелсеңіз, VIP1 деген $50 тіркелсеңіз, 25 теңгемен $40 аласыз дейді. Енді менің ақшамды қараңыздар. Так, пакет подпискиді қараңыздар. Міне $2 бүгін зарабатывать еттім, $40 подарка берді. Не қазір мінекей осыны реклама шығарып тұр. 28 бүгін үлгерсеңіздер, 28-ден 12-ге дейін уж уақыт болып қалды ғой. Тағы осындайлар шығып тұрады. Былай тіркелсеңізде ақша түсіп тұрады. Міне осы нені возвращает благодарность деп несін айтып жатыр ғой. Сегодняшняя прибыль $2 заработная команда. Адамдар тіркесеңіз болады. Общий доход $2 жасап тұр мен бүгін. Қандай трейлерге кіресіздер де 4 жасайсыздар. Смотретті басып лайкты басасыздар. Сосын лайк басқаннан 4 не алғанда $2 береді күнде. 75 күн береді. Оны көрсетіп жіберейін деген подписканың ішінен. Қазір новый заработок. Ақша табуға болады осылай. Міне $50 пакет сатып аласыз. Сосын 75 күн қайда данный тұратын. Қазір қайда көрген. А членство вот. $50 тіркелсеңіз, күніне 4 трейлер көрсетеді. 0,5 цент береді біреуіне. Общий дневная награда за трафик $2. 75 күнге $2 береді. 75 күн сайын $2 береді. Бірақ 4 трейлерге лайк басып отыруың керек. Енді қараңыздар, $2-ды көбейтесін 75 күнге. $150 ма? Оны көбейтесін 467 дейікші. 70 мың теңге пайда көресін. $50 мен кіргенің, ол 465 мен кіргенде 23 мыңды. 25 мың теңгемен кіресің, почти. Сосын 70 мың теңге прибыль. 3 есе қайтарып аласың ақшаңды. Мынау сондай. Мынау $70 мен кіресің, $2-8 аласың. $2-8 күніне. 75 күнге көбейтесің. 75 күнге көбейтесің. 210 теңге. 465 дейші. 97 мың теңге табасың. Ал $70 получается. 465-ің 32 мың теңге. 90 мың теңге тапқың келсе. $200 10 трейлер көрсетеді. $8 береді бір күнге. $8-ды көбейтесің 465-ге. Так. 3720 теңге береткен күніне да. Так, 75 күнге берейік татыр. $600 болады. Оны көбейтесің 465 теңге. 279 мың теңге пайда көресің. Осылай кете береді. Егер де қызықсаңыздар, маған шығыңыздар. Мен сізге толығырақ ақпарат беретін боламын. Рахмет.